жалпы қаржылық сауаттылық деген тақырыпты айтқан кезде ең бірінші есімізге түсетіні мына сөз. Айлығым айдың соңына дейін жетпейді. Бұл бір. Екіншісі, қанша тапсам да, мысалы аз тапқан кезде жетпейтін болса, қазір көп таптым. Мысалы бірнеше жаңа сіз айтқандай, бірнеше жолдарын қосып көп тауып жүрмін, бірақ бәрібір сол жетіспеушілік. Сонда нені дұрыс жасамай жатырмыз осы жерде? Ақша тауып бастадыңыз ба? Жалпы сіз отбасыңыздың бюджетін ұстайтын адам болсаңыз, сіз бірінші 3 айлық өзіңіздің, яғни қаржылық резервіңізді жинау керексіз. Ақша табу үшін жақсы, яғни бір жағдайда болу үшін кәсіппен айналысудың қажеті жоқ. Ең бәрімізді артқа тартып жүрген және энергиямызды алып жатырған несие деп. Осы несиеге келейікші. Бұл жерде ең басты мән беретін зат, яғни график тәсілі. Бұл жерде 2 тәсіл бар: аннуитеттік төлем және равный медалями дейміз ғой, яғни бірдей үлеспен төленетін график. Қазір тіпті ипотека келетін болсақ, мысалға банк Центркредит БЦК банкін алатын болсақ, бір күннің ішінде, тіпті жарты күннің ішінде ипотека рәсімдеуге мүмкіндік бар. Цифровая ипотека. Армысыз көрермен, сіздермен Лаура Базарбай, және бұл Ашық Майнд подкасты. Әдеттегідей подкаст басталмас бұрын біз сіздерге каналға жазылып қоюды, лүпіл басуды, пікір қалдыруды және бүгінгі тақырып қызықты, маңызды деген адамдармен бөлісіп қоюларыңыз сұралады. Бүгінгі тақырып өте негізі қызықты деп ойлаймын. Әр қазақ көруі керек подкасттардың бірі болмақ, өйткені қаржы тақырыбында бүгін біз әңгіме айтатын боламыз. Қаржы тақырыбы кәсіпкерлерге негізі арналған тақырып төңірегінде де айтуға болады, бірақ оны келесі подкастқа қалдырдық. Бүгінгі подкаст дәл әрбір адамның жеке қаражатын қалай басқару керек, қалай қарыздан құтылуға болады, немесе қалай несиені дұрыс алу керек, қалай дұрыс есептеу керек деген сияқты жалпы қаржыны көбейту, сақтау, басқару, инвестиция тақырыптары төңірегінде бүгін біз сөз қозғайтын боламыз. Сондықтан бұл барлық адамға қажетті білім деп ойлаймын. Әсіресе тапқан табысым айлығымнан аспайды, немесе жетпейді, қарыздың үстін қарызбен жауып жатырмын дейтін жандар болса, міндетті түрде осы подкаст соңына дейін көрсін. Түсінбеген жерлер болса, тіпті қайтадан қарап шығуға да кеңес беремін. Ал егер дәл осы тақырып жөнінде тағы да қосымша ақпарат алғыларыңыз келетін болса, біз спикердің барлық парақшаларын міндетті түрде осы видеоның астына тіркеп кететін боламыз. Олай болса, таныс болыңыздар. Бүгін бізге дәл осы тақырып төңірегінде сұхбат беретін ханым Жанар Қожабаева, қаржы маманы. Алдымен сізді мен таныстырғаннан көрі, өзіңіз таныстырғанды жөн көріп отырмын. Қоғамға сіз өзіңізді кім деп таныстырасыз? Енді мен сізді бір ғана сөзбен қаржы маманы дей салдым. Әйткенмен жұмысыңыз төңірегінде айтып берсеңіз. Мен енді бірінші кезекте қаржыгермін. Осы Қазақстан Республикасында орналасқан Western Universal Consulting мекемесінің құрылтайшысымын және жетекшісімін. Осы Алмаю университетінің қазақ тілді қаржылық талқылау анализі, яғни қаржылық финансовый анализ модулінің тренерімін және кәсіпкермін. Сіздің негізгі мен парақшаңыздан байқағаным бойынша, сіз көбінесе негізі кәсіпкерлерге бағыт-бағдар бересіз, бірақ енді қаржы маманы болғаннан кейін де сіз қаржыға байланысты барлық сұрақтарға жауап бере аласыз деген сеніммен шақырдық. Енді ең бірінші, қазір ең көп айтылатын сөздердің бірі айтады ғой, қаржылық сауатты болу керек, қаржылық сауаттылық деген сияқты. Бірақ біз соның негізі сөздің түп мағынасын түсінбейтін де сияқтымыз. Не ол жалпы қаржылық сауаттылық деген? Ол ақшаны сақтау ма, көбейту ма, басқару ма, басқару болса қалай басқару деген сияқты. Жалпы қаржылық сауаттылық деген не? Осы сұрақтан бастайықшы. Енді қазіргі кезде негізі осы әлеуметтік желілер дамыған кез болғандықтан, осы қаржылық сауаттылық курсы, осындай бір модуль деп бір әсерлеп айтып кетіп жатыр негізі. Негізі қаржылық сауаттылық дегеніміз бұл негізі қарапайым нәрсе. Негізі әрбір осы қандай да бір сауаты бар адам, білімі бар адам, ол қаржылық сауатты деп санаймын. Тіпті үйде отырған ана болса да, бала бағып отқан, ол да қаржылық сауатты. Себебі ол үйге күнбе-күн жаңа азық-түлік алып отыр, күнбе-күн жаңағы балалардың оқуын төлеп отыр дегендей ақшаны санау біледі, сондықтан ол қаржылық сауатты. Ал қаржылық сауаттылыққа келетін болсақ, бұл жалпы менің, яғни өзімнің есептеуім бойынша, бұл қаржы мәдениетінің қалыптасуы. Қаржы мәдениеті, яғни қаржылық әдет. Осы қаржылық сауаттылық деп санаймын. Дегенмен, осы бір қандай да бір университетте немесе қандай да бір қаржылық сауатты болу үшін бір курс оқудың қажеті жоқ деп мен есептеймін. Біз енді жаңағы қарыздан қарызға кіріп, несие алып жүрсек те, біз ең бастысы біз қанша төлейтінімізді білсек, және бізге оның қарымтасын қанша қайтаратын білсек, біз қазір қаржылық сауатты болып есептелеміз бе сонда? Тіпті қарызда жүрсек те, иә?
Енді айтып тұрмын ғой, бұл қаржылық мәдениеттің қалыптасуы. Әрбір, яғни отбасының, әрбір адамның қаржылық жалпы сауаттылық кез келген жеке тұлғадан басталады. Жеке тұлғадан, баладан басталады. Осы, яғни бір адамның ақша жұмсауы арқылы бұл қаржылық мәдениет, яғни қалыптасады. Жалпы енді жаңа сіз айтып тұрсыз ғой, жаңағыдай қарызға кіріп жүрсек те деп, бұл негізі бірінші қаржылық жаңағыдай мәдениет деген қаржылық жоспарлаудан басталады. Әрбір отбасының, әрбір адамның, яғни қаржылық мақсаты болады ғой енді. Болмайды емес, тіпті ойда жүрсе де, жазылып тұрмаса да, оның қаржылық мақсаты болады. Сол қаржылық мақсатқа жету үшін қандай тапсырмалар орындаймын мен? Яғни қандай шығындарды азайтам, қандай өзімнің табыстарымды көбейтем деген жоспар болу керек. Сол жоспарға жайлап келу керек. Және ол жоспарға, яғни бара жатқан кезде сіздің жоспарларыңыз жазылып тұрма, аяқ астынан мысалға шыққан шығындардан, яғни бас тартуды үйрену керек. Сол, яғни осы мен ойлаймын әдет қалыптасқан. Жалпы қаржылық сауаттылық деген тақырыпты айтқан кезде ең бірінші есімізге түсетіні мына сөз. Айлығым айдың соңына дейін жетпейді. Бұл бір. Екіншісі, қанша тапсам да, мысалы аз тапқан кезде жетпейтін болса, қазір көп таптым. Мысалы бірнеше, жаңа сіз айтқандай, бірнеше жолдарын қосып көп тауып жүрмін, бірақ бәрібір сол жетіспеушілік. Сонда нені дұрыс жасамай жатырмыз осы жерде? Негізі бұл жердегі ең басты қағида, жалпы қаржылық сауатты адамның шығындары ешқашан оның табысынан аспау керек. Мысалға сіздің табысыңыз егерде 200 мың теңге болып, шығыныңыз 250 мың теңге болса, бұл жерде сіз бір нәрсені дұрыс істеп тұрған жоқсыз. Себебі сіздің айлығыңыз аз болған кезде де сізге ол айлық жетті. Ал көп болған кезде де сол айлықты сіз жұмсап отырсыз. Демек, бұл жерде бір нәрсе дұрыс емес деген сөз. Сондықтан енді жалпы мына қаржы ақшаны жинау, енді мен өзім ұстанатын жалпы методика, тәсіл. Бұл ең бірінші, сіз ақша тауып бастадыңыз ба, жалпы сіз отбасыңыздың бюджетін ұстайтын адам болсаңыз, сіз бірінші 3 айлық өзіңіздің, яғни қаржылық резервіңізді жинау керексіз. 3 айлық. 3 айлық, кемінде 3 айлық. Мысалға, сіз аяқ астынан жұмыссыз қалып қоюыңыз мүмкін. 3 айлық, мысалға, ол отбасылық бюджетті алатын болсақ, егерде жаңағыдай әйелі, күйеуі, барлығы, баласы жұмыс жасайтын болса, олардың бюджеті бар ғой. Сол бюджеттің 3 айын сіз жинап қою керексіз. Мысалға, бір адам жұмыссыз қалған кезде, қандай да бір қиын жағдай болған кезде, сол 3 айлық, яғни финансовый подушка дейміз ғой, сол тұру керек. Одан кейін ғана сол ақшаңызды, яғни ең бірінші жағдай сіз депозитке салуыңызға болады. Кейде сұрақ туындап жатады, менің 3 айлық, мысалға, сіздің 1 айлық отбасылық бюджетіңіз 500 мың теңге болып, 1,5 миллион теңге сізде жиналып қалса, ол ақша не істеуге болады, қайда жағдай жинауға болады деп. Ең бірінші, сіз бұл жерде тәуекелі аз, яғни менее рискованный инструментке салу керексіз. Бұл жерде бұл ең, яғни надежный, қалыпты, бұл яғни банктік депозит болып табылады. Сіз ол 1,5 миллион теңгеңізді бір инвестицияға салу, немесе облигацияға салу бұл жерде дұрыс емес. Бұны мен 100% айта аламын. Сіздің, яғни финансовый подушкаңыз, өзіңіздің қаржылық жаңағы көпшігіңіз, сіздің кез келген уақытта ала алатындай болу керек. Одан кейін сіз қандай да бір осы финансовый подушкаңызды жинадыңыз ба, өзіңіздің резервтік капиталыңызды, одан кейін қысқа мерзімді, мысалға, бір халықтық облигацияларға ақшаңызды салуға болады, ауысқан ақшаңызды. Және сол тұрақтылықты орналастырғаннан кейін ғана инвестиция туралы ойлау керек. Ойлауға болады, 3 ай өтіп, 3 ай жаңағыдай өзіңіздің капиталыңызды, резервті капиталыңызды құрап қойып, одан кейін қандай да бір сомаңызды, яғни халықтық бір облигацияларға салып, даже осы қазақстандық деп айтуға болады. Содан кейін ғана сіз, яғни инвестиция туралы қаржылық білім алып, бұл, яғни жай жаңағыдай қаржылық сауаттылық, отбасылық, бюджет бұл өз алдына. Ал егерде сіз сол жаңағыдай деңгейге жетіп, инвестицияға ақша салатындай, яғни деңгейге жеткеннен кейін, сіз бұл жерде инвестицияға қалай ақша салуды үйрену керексіз. Яғни біреу айтты екен деп, бір жерден естіп, яғни телефоннан естіп, яғни инвестицияға ақшаңызды салу бұл дұрыс емес. Мысалы, өзіңнің қаржыңды басқару, ол былай айтқанда бір білу арқылы немесе бір іштей келетін дүние.
біліммен. Ал инвестицияға арнайы оқу керек арнайы оқу керек. Сонда Арнайы оқу керек. Себебі сіз инвестицияға салған кезде көбіне бұл яғни бағалы қағаздарға келетін болсақ, бұл бағалы қағаздың түрлері болады, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді. Сондықтан сіз білу керексіз, қай уақытта оны сіз қайта ала аласыз, қай уақытта яғни сіз шығынға ұшырауыңыз мүмкін. Ол акцияларды алуға бола ма, болмай ма? Сіздің жұмыс жасап жатқан брокеріңіз сізге дұрыс яғни рекомендация беріп тұр ма? Осы акцияны сатып ал деп, соның барлығын сіз яғни білу керексіз. Тек әшейін жаңағы біреу айтты екен деп жаңағыдай кез келген бағалы қағазды сатып алуыңыз дұрыс болмайды. Яғни бұл өзіңізді сақтандыру болып табылады. Енді сіз жаңа айтып жатырсыз, 3 айлық көлемін жинақ қою керек. Жаңа финансовый подушка үшін деп. Оны қалай жинау керек деген сұрақ пайда болады. Енді бұл жердегі ең қарапайым яғни тәсіл бұл жалақыңыздың не болмаса, ең болмаса 10%-ын жинақтау. Ең аз дегенде 10%. Ең аз дегенде 10%-ын жинақтау. Әрине сіздің жаңағыдай өзіңіздің күйбен тірлігіңізге жетіп тұрған ақшаңыздан ақша қалып тұрса, 10%-ын жинау. Жалпы қалмай тұрса деген мәселе болады ғой. Жалпы кейде мынандай жағдай болады. Егерде қарызы көп адамдар болады ғой. Әсіресе қазіргі таңда мысалға осы қайтып осы әлеуметтік желілерге келеміз. Әлеуметтік желілер қазір жалпы көп адамдардың яғни осы миларын осы бір улап жатыр деп айтуға болады. Мысалға қазір шоу-бизнестегі адамдар бар, өздерінің жаңағыдай бой түзейтін қандайды бір кумирлері бар, соларға қарап мысалға өздері бір қызығатты, бір конкуренттері болуы мүмкін. Кез келген мысалға салада немесе адамның өзін салыстыратын бір адам болуы мүмкін. Соған қарап қызығушылық танытып, қандай да бір бағалы құнды заттарды, киімді қарызға алып жатырады. Бірақ өзінің артында яғни несиесі бар, қарыздары бар. Бұндай жағдайға түскен адамдарға ең бірінші мен беретін кеңесім, бірінші жоспар бұл қарыздан құтылу болу керек. Бірінші жоспар бұл қарыздан құтылу. Себебі айтады ғой, ваши долги, ваши враги дейді. Сіздердің қарыздарың бұл сіздердің жауларыңыз. Сіз пока несие бойынша пайыз төлеп жатырсыз. Соның ішінде мысалға микроқаржылық ұйымдарға қарыз адамдар қазіргі таңда көп. Соның ішінде студенттер, соның ішінде мысалға қаржылық мәдениеті қалыптаспаған адамдар көбіне осы микроқаржылық несие алады. Бұл мысалға менің айтар едім, осы микроқаржылық несиеге жүгінетін бұл адам, бұл әбден яғни қаржылық жағдайы нашар адам. Себебі бұл уже банки второго уровня дейміз ғой, екінші деңгейлі банктер уже несие бермейтін адамдар, содан кейін бұлар микрокредиттік яғни ұйымдарға жүгінеді. Ал микрокредиттік ұйымдар бұлар жоғары пайызбен несие береді. Және бұл пайыздар арқылы адамдар үлкен шығындарға ұшырайды. Сондықтан ең бірінші кезекте яғни қаржылық жағдайы қиын адам бұл несиесінен яғни пайыздарынан құтылуды ойластыру керек. Бірінші жоспар сол болу керек. Содан құтылғаннан кейін яғни 10% ақша жинақтап бастап өзінің резервтік капиталын құру керек. Яғни ақша жинау үшін де алдымен қарыздан құтылып алу маңызды. Мысалы сенің бір банкте бір кредитің бар, тағы біреуге ақшалай қарызың бар, сөйтіп жүріп сен 10%-ын жинайынбесең қиындау болады. Себебі сіз ол 10%-ды жинаймын деп жүрген кезде мына жақтан несиеңіздің пайызы сіздің ақшаңызды жейді. Сол 10%-ды қайтадан алып кетеді. Сосын тағы бір нәрсе ойлаймын, осы сауаттылыққа байланысты. Жалпы біздегі мына той-томалақтың өзі біраз қарызға сол бізді батырып жатырған сияқты. Тіпті оны жасамай-ақ қойғанның өзінде соған бару. Мысалы, бір жерге барсаң, нағашылар бұнша берді, біз бұнша беруіміз керек деген сияқты санасуларда жетеді ғой, мысалы. Мысалы, қаржылық қиыншылығы бар адамдар, қарызы басынан асып жүрген адамдарға той-томалақтарға, жаңағы жиындарға бармауға кеңес берер ме едіңіз қаржы маманы ретінде? Енді былай қарағанда әр адамның өзінің ұстанымы бар ғой. Енді мен жеке өз басыма келетін болсам, мойнымда маман ретінде мысалы. Қарыз болса, немесе өзімнің жақын адамы, мен айтар едім, бармаңыз деп айтар едім. Неге сіз артыңызда қарыз бола тұра, сол адамның яғни тойына барып,
одан сайын қарызға бату керексіз, одан да сіз жаңағы баратын адамыңыз егер де сізге жаны ашитын ниеті түзу адамға түсіндіріңіз, менің қазір осындай қаржылық жағдайым келмей тұр, немесе қандай да бір жағдаймен бара алмай тұрмын. Ол адам түсінбейтін болса, демек ол адам сіздің жақыныңыз болмағаны деп есептеймін. Сондықтан ең бірінші мақсат, сіз қазір ол тойға қарызданып барғанымен, әрі қарай қарызға батқанымен оған сіз киім алу керексіз, яғни тойына ақша беру керексіз, әрі қарай сіздің жағдайыңыз қиындатып, отбасыңызға, сіз арқылы отбасыңызға қиын жағдай түсіп, зияныңыз келіп жатырса, бұл басқа адамның көңілін табуға ешқандай бұның яғни себебі бола алмайды деп ойлаймын. Бізде негізі қазақ халқында жалпы намыс ғой, байқайтын шығарсыз, жоқ деп айтуға, бара алмаймын деп айтуға ұялғаны былай тұрсын. Жаңағыдай жарысатындар бар ғой, ана жақ сыйлықты көп берді, біз одан да көбірек берейік деген сияқты мен өте көп көрем. Әйтеуір қарызға батса да, қарыздың үстінен қарыз алып, несиемен жапса да, әйтеуір енді бұл дегеніміз былай қарағанда басқа адамның яғни ойына жүгіну деп есептеймін. Басқа адамның ойына жүгіну, сен өзіңнің ойыңда болып, қаншалықты жағдайың келеді, сол жағдайыңа жаңағыда байланысты яғни беру керек деп ойлаймын. Айтады ғой, көрпеңе қарап төсел деп. Сол негізі дұрыс. Әр адам өзінің жағдайына байланысты қиындық жағдай туды ма, сол қиындық жағдайдан шығып, қарыздан құтылып, уақытша барлық шығындарды тоқтатып шықсаңыз, сол кезде сіз мықты боласыз. Әрі қарай сіз өзіңізді көрсетіңіз, үйіңізге шақырыңыз, сыйластығыңызды басқаша көрсетіңіз, бірақ қарыздан құтылыңыз, себебі ол сіздің жауыңыз. Жалпы қарыз еще оның үстіне энергияны алады деген естимін психологтардан. Енді сіз мысалға қандай да бір қарызыңыз болса, оның ішінде бір адамға қарыз болсаңыз, пайызыңыз жүріп жатса, енді егер сіздің енді қандай да бір ойыңыздың барлығы сонда болады. Сіз ойлап отырасыз, таңертең тұрғанда ойлайсыз. Мысалға сіздің ондай артқа тартып тұрған ойыңыз болмаса, энергияңызды сіз басқа затқа жұмсауыңызға болады. Отбасыңызға жұмсауға болады. Мысалға жұмысыңызда жаңағыдай ақша табу үшін, жақсы, яғни бір жағдайда болу үшін кәсіппен айналысудың қажеті жоқ. Мысалға мықты маман бола тұра, өзіңіздің яғни еңбек жолыңызда үлкен дәрежеге жету арқылы өзіңіздің яғни карьерлық жаңағыдай лестницамен көтерілу арқылы сіз айлық жақсы табуыңызға болады. Сондықтан бұл жерде де маман бола тұра, жақсы маман бола тұра, мысалға жоғарғы деңгейге ақша табуыңызға болады деп ойлаймын, айлық табуға. Жалпы негізі қазіргі таңда меніңше ақша табу көзі өте көп және оңай болған сияқты да. Мысалы мен бұрын ойлайтынмын, менің мамандығым журналист, демек мен тек қана телеарнада немесе газетте басқа жерлерде жұмыс жасаймын да, тек қана айлыққа қарап отырамын деп. Жоқ, сөйтіп қарасам, оның монетизациялауға болатын жақтары өте көп екен. Сен сөйлеу арқылы біреуге текст жазып бере аласың, біреуге даусың арқылы оқып бере аласың, бір жерде барып тағы бірдеңесе деген сияқты. Дәл сол сияқты басқа адамдардың да қандай нәрсе қолынан келеді, сол нәрседен 4-5 нәрседен ақша табуға болады екен қосымша. Дұрыс айтасыз. Соны көрермендерімізге құлақ қағыс ретінде айта кетейік. Енді мандан бері айтып жатырмыз, ең бәрімізді артқа тартып жүрген және энергиямызды алып жатырған несие деп. Осы несиеге келейікші. Ана бір Тұрсынбектің несі бар ғой, әзіл білесіз бе? Қазақтар процентті түсінбейді, процентті түсінетін болса біз несие ала бермейтін едік деп. Шынымен де біз несие алып жатырған кезде оның жылдық есептік көрсеткіші, айлық есептік көрсеткіші, оның үстіне қанша қосылатын біз есептеп те жатпаймыз. Ең басы несие алғанда қайтеміз? Алатын суммамызды айтамыз, сосын ай сайын төлейтін суммамызды ғана сұраймыз. Болды. Негізі қалай болу керек? Және банктерді бір-бірімен қалай салыстыру керек? Не затқа мән беру керек? Несие алатын кезде осы жерін жақсылап ашып берейікші, өйткені бұл бәрібір біз енді қазір айтып жатырмыз ғой, қарыздан құтылу керек, несие алмау керек, той-томалақ жасамау керек десеңде, бәрібір алатындар табылады. Солар ең болмағанда алатын кезде дұрыс алсыншы, және жабатын кезде дұрыс жапсын. Сол туралы айтайық. Енді банктерді таңдауға келетін болсақ, екінші деңгейлі банктерге келетін болсақ, енді пайыздары бірдей деп айтуға болады. Потребительский тұрғын жаңағы кредитке келетін болсақ, бұл жерде ең басты мән беретін зат, яғни график тәсілі. Бұл жерде екі тәсіл бар, аннуитеттік төлем және равный медалями дейміз ғой, яғни бірдей үлеспен төленетін график. Бірдей үлеспен деген ай сайын бірдей сумма төлеп тұрасыз? Жоқ, олай емес. Бұл аннуитетный платеж дегеніміз, бұл ең бірінші банк өзінің пайызын алады. Ал равный медалями деген, яғни бірдей үлес, бұл жерде бірдей үлес, яғни основной долгпен процентті, яғни пайызды бірдей үлеспен алып отырады банк. Демек, бұл жерде, яғни
тұтынушы үшін, яғни пайыз алып жатқан адам үшін бұл жерде равными долями бірдей үлеспен алған, яғни тиімді. Себебі сіз қандай да бір уақыттан кейін досрочное погашение алдын ала төлем жасайтын болсаңыз, қысқаша болса да, бұл жерде сіздің яғни негізгі төлеміңіз, основной долгыңыз уже азайып тұрады. Ал аннуитетный платеж болса, бұл жерде процент банк өзінің пайызын ең алдымен алып алады да, содан кейін яғни алдын ала кредитті жабуға ешқандай яғни тиімділік қалмайды. Сондықтан біздер әрқашан әрине равными платежами, равными долями бірдей үлеспен оның аймай төлейтін соммасы сәл көптеу болады. Бірақ біз оған қарамастан, мен әрқашан өзім бұрын яғни несие алған кезде менің ең бірінші яғни өзімнің условием банкке қоятын бұл равными долями болу керек, яғни бірдей үлеспен, основной долгпен пайызды бірдей алып отыру керек. Және бір 2 жыл өткеннен кейін мен досрочно погашать ететін болсам, досрочно төлейтін болсам, бұл кезде маған тиімді болады. Ал егер де аннуитетный платеж болса, банк өзінің пайызын алып алады, значит, мен қандай бір уақыттан кейін төлейін десем, ешқандай оның бір тиімділігі қалмайды. Тек қана уже основной долг қалады соңында. Енді осы жерде тағы бір сұрақ пайда болады. Банк осы 2 жолды өздері ұсына ма, жоқ әлде олар бірінші ананы енді банкке адам сұрамаса? Банкке негізі аннуитетный платежбен берген тиімді. Олар демек бізге не шығарып береді ғой жаңағы? График шығарып береді, олар бірден сонымен шығарып береді. Негізі білімің болса ғана жаңағы екіншісін сұрап аласың. Солай ма? Олай да болуы мүмкін. Кейде банктер ұсынады сізге қандай долями, равными долями, әлде аннуитетный платеж ба деп. Банктер кейде ұсынады, кейде ұсынбауы да мүмкін, егер де сіз өзіңіз ұсынбасаңыз. Сондықтан әрқашан равными долями алыңыз деп мен кеңес беремін. Біз енді қаншама осы уақытқа дейін жаңа қаржылық сауатсыздығымыздың кесірінен қаншама кредит алдық қой, бірақ ешқайсында мен естімеппін осы 2 түрі бар, қайсын төлейсіз деген сияқты. Меніңше көп жерде ол ұсынылмайтын да сияқты, өйткені банктер өздеріне енді кез келген жалпы кәсіпкер болсын, адам болсын, өзіне ең алдымен өзіне ыңғайлы жағын істейді ғой. Дұрыс қой, банкта енді атайтып тұр ғой, банки второго уровня деп, ол деген яғни мемлекеттік банк емес. Сондықтан оларға аннуитетный платежбен беру выгодно, тиімді. Әлдеқайда тиімді, себебі олар бірінші пайыздарын алып алады өздерінің, содан кейін основной долг төлеп бастайды. Демек, мысалға 5 жылдан кейін, яғни клиент досрочно төлем жасап жатса, ол кезде банк ешқандай ұтылмайды. Сол үшін оларға тиімдісі аннуитетный платеж. Ал біз өзіміз, яғни өзіміздің қаржылық сауаттылығымызды білдіріп, равными долями аламын деп өзіміз ұсыныс білдіру керекпіз. Бірден. Демек, бізді банкке барған кезде бізді не майнд етеді? Бірінші жаңағы ғой, бірінші жолмен есептеп берген кезде бізге ай сайын шығатын сома аздау болады, біз соған жүгіріп кетеміз. Соған берілеміз. Бірақ ол жерде разница, ондай айырмашылық өте көп болмайды. Яғни бір 30-40 мың теңге көптеу болып тұрса, лучше равными долями алыңыз. Енді және осы жерде тағы бір сұрақ болады. Оның жылының өзіне де айырмашылық бар ғой? Айырмашылық бар, енді жыл ұзақ болған сайын сіз пайызды ұзақ төлейсіз, жыл қысқарған сайын пайызды аз төлейсіз. Пайыз үстіне тағы да қосылады деген сөз. Енді осы сәтте жаңағы жабуға байланысты айтып кеттіңіз, мысалы бірінші жолмен жабатын кезде қанша жылдан кейін ол жаңа процентін алып болады? Әлде ол әр договорда әртүрлі болып ол әр яғни жылына байланысты, яғни графикке байланысты алынады. Енді қазір бұрын мысалға көп банктерде мысалға 2 вариантпен, если досрочно жабатын болсақ, 2 вариант болатын еді. Немесе жылын қысқартасың, немесе аймайғы төлемді қысқартасың дегенде 2 әрқашан әдіс болатын еді. Қазіргі таңда мысалға кейбір банктерде мысалға ипотеканы алатын болсақ, жылын қысқарту деген жоқ. Себебі банкке тиімсіз ғой. Бұлар тек қана айма-айға төлемді қысқартады. Азайтады. Аймайды. Бізге мысалы пайда бізге енді әрине пайда бізге болар еді. Себебі жылын қысқартса, пайызымыз азаяды ғой төлетін. Ал бұл жерде яғни банктың жағына кетіп қалып тұр. Бұл жерде енді алдын ала кредит алып жатқанда, мысалға енді қалай адам енді көбіне бұларға таңдау берілмейді. Енді несие алып жатыр ма, ипотека алып жатыр ма, кез келген адам сол ипотекасын алып алуға асығады ғой. Енді равными долями аннуитетный платеж деген таңдай алады, бірақ олардың өздерінің мысалға график тек қана мысалға досрочное погашение тек жаңағыдай аймай төлемін қысқартады десе, оны біз уже өзгерте алмаймыз. Себебі ол уже банктың политикасы. Демек,
яғни дұрыс құтылудың өзі басында дұрыс алудан басылатын Иә, болып тұр ғой иә, демек. әрине, иә. Сіз әрқашан қарау керексіз. Мысалға, сіз бір жылдан кейін немесе 5 айдан кейін жоспарыңыз болса, алдын ала жауып тастайтын, сізге ол үшін мысалға айыппұл бар ма жоқ па? Мысалға, қазір банктерде бар. Мен қазір атап айтпай-ақ қойын, қай банктерде екенін. Бірақ екінші деңгейлі банктерде алдын ала бір жылға дейін сіз алдын ала жапсаңыз, яғни айыппұл қарастырылған 1% көлемінде мысалға, немесе одан да көп болуы мүмкін. Оны да қарау керексіздер. Түсінікті. Осы жерде біраз қазақстандыққа пайдалы ақпарат бердіңіз деп ойлаймын. Бұл жерде енді мысалға сіз өзіңіз мысалға келісім шартты түсінбей отырсаңыз, кез келген қаржы маманына көрсетіп талқылап алуыңызға да болады мысалға дегенім ғой енді. Оны сол сәтте оларға рұқсат береді ме негізі? Беріледі ғой? Беріледі әрине. Қасыңызға ертіп барсаңыз да, әрқашан сізді енді келісім шартқа енді жүктеп, енді міндетті түрде қойыңыз деп қойғызбайды ғой, иә. Сондықтан қарап алуыңызға мүмкіндік. Негізі әр нәрсе жеңілдеген сайын да оның артының ауыртпашылығы болатын сияқты. Дәл осы меніңше ол несиеге келетін сияқты, өйткені несиені бұрын есіңізде ма, қай жылдары? Есіңізде ғой, әрине. Есіңізде ма деппін ғой. Біз кішкентаймыз, баламыз жаңа нелер жинайтын. Жұмыс орнына тағы бір жерден көптеген қағаздар жинайтын, оны тапсыратын банкер. Содан кейін ғана барып, жаңа я аласыз, я алмайсыз деген жауап келетін. Ал қазір телефонмен отырасында 1,5 миллион, 2 миллион, қанша миллионға дейін телефоннан беретін еді? 6 миллионға дейін ба? Жалпы қазір ипотекаға тіпті келетін болса, жеке тұлғаға ақшалай. Жеке тұлғаға әр банктың өзінің жаңағыдай байланысты политикасына байланысты бере береді. Соны айтамын. Енді қазір қарасаңыз тіпті алаяқтарға да рәсімдеп жатқан жоқ па? Сондықтан қазір тіпті ипотека келетін болсақ, мысалға банк Центркредит БЦК банкін алатын болсақ, бір күннің ішінде, тіпті жарты күннің ішінде ипотека рәсімдеуге мүмкіндік бар. Цифровая ипотека. Қаншама процентімен, Жоқ, енді қаншама процентімен деп те айта алмаймын. Мысалға, банк Центркредит көп банктерге қарағанда ипотекасының проценті, егерде сіз өзіңіздің жалақыңызбен дәлелдейтін болсаңыз, мысалға орташа пайызбен алуға болады. Және оның уақыты тіпті жарты күнге дейін болуы мүмкін. Демек, жилстройға мысалы қандай да бір арнайы мемлекеттік программаларға іліне алмайтын адамдар Центркредиттегі қосымшаны пайдаланады, Пайдаланып, жарты күнде несие рәсімдеуге болады. Яғни үй алуға байланысты ең тиімдісі осы Центркредит. Енді менің талқылауым бойынша солай. Енді несиенің өзі қарыз, біреуден алғанның өзі қарыз. Осындай қарызда жүрген қоғам қазір оның үстіне қарызға кіріп жатыр. Қалай екенін өзіңіз де білетін шығарсыз. Қарыздан құтылам деп қарызға, яғни бөліп төлеуге курстар сатып алып жатыр. Қазір ондай өте курстар көп, өйткені біледі қай жерден басу керек екен. Сен айлығың жетпей жүр ма, сенің тағы да бірдеңе ма деген сияқты рекламалар шығады. Осындай қарыздан оңай құтыл, ештеңе істемей құтыл деген сияқты рекламаларды оны тағы да бөліп төлеп алады курс. Бұл қаншалықты дұрыс енді осы жерде? Мана айтқанымдай, мен айттым ғой, әрқашан солай санаймын, жалпы қаржылық сауатты болу үшін қандай да бір курс оқудың қажеті жоқ. Жаңағы мысалға мен осындай бір талқылау жасағанмын. Осы Ақтөбеге бір қаржыгер келе жатыр екен. Жеке қаржы бойынша дейді. Жеке қаржы бойынша қарыздан құтылуға көмектесемін дейді. Айтпай-ақ қойын енді кім екенін атын. Қарыздан құтылуға көмектесемін дейді. Жаңағы бай болуды көмектесемін дейді. В общем, сол курсты оқығаннан кейін керемет болып шығасы деп. Сосын мен алдым да Инстаграмда таргет жүріп жатыр екен. Ссылкке басып жібердім. Сосын жаздым жаңағы ассистентке. Маған бағдарламасын жіберіңізші деп. Бағдарламасы жоқ, сол жерде барлығы айтылады дейді. Қалай айтам? Ол қандай курс, бағдарламасы жоқ. Дұрыс па? Мысалға біз қандай да бір академиялық курсты алатын болсақ, мысалға осы біздің Ақтөбеде көп Алмаю университетінің филиалы бар ғой. Сол жерде олар көп, яғни модульдер ұйымдастырады. Яғни академиялық білім беретін тренерлерді шақырып, бағдарламасы бекітілген курстарды береді, модульдерді. Бұл, яғни бұны сабақ деп айта аламын. Ал бұл кісі айтады, ассистент айтады, жоқ, бағдарламасы жоқ екен. Қаншама сұрадым, қазбалап бағдарламасын маған жібере алмады. Өзіңіз ойлаңызшы, бұл қандай курс болуы мүмкін, егерде оның бағдарламасы болмаса. Демек, оның тыңдаушыларының ешқандай, яғни сұранысы жоқ деген сөз. Қанағаттандырмайды. Қанағаттандырмайды дегенде, олардан сұраныс жоқ. Мысалға курсты сатып алайын деп жатқан, оқиын деп жатқан адам айтса, мен сіздің курсыңызды оқып не аламын? Маған бағдарламасын жіберіңіз. Сіздің бағдарламаңыз бойынша мысалға қандай кейстер бар да, яғни максималды түрде талқылау керек қой. Сіз не үшін ақша төлеп жатырсыз? Яғни қарыздан құтылам деп тағы да қарызға кіруіңіз ол дұрыс емес.
негізі мен айтар едім, жалпы қандай да бір жеңілдікке жету үшін, бір деңгейге жету үшін, қарыздан тіпті құтылу үшін бір қиындықтан, яғни жеңіл, жаңа айтады, оңай ақша жоқ, дұрыс па? Егер де бір атадан қалған мұра болмаса, да, бір лотерея ұтып алмасаңыз, да, аяқ астынан, жалпы оңай ақша дегенге мен өзім сенбеймін. Мысалға, мен де былай қарағанда қарапайым адаммын, бірақ мен де жас маман болдым, мен де ақшасыз жүрген кездерім болды. Мысалға, студенттік кезімізде, қалай студент өмірімізден, яғни бітірдік, жұмысқа жұмыс бастадық, 2-3 жұмыста мен өзім жұмыс жасадым. Отбасылы бола тұра, мысалға, кешкісінде жұмыс жасаған кездерім болды. Енді интеллектуалды жұмыс әрине, бірақ мен мысалға өзім осы 2006 жылы мен осы Қазақстанда отырып, Ресей елінің мысалға платформасында отырып, яғни бастапқы құжаттарды, первичный документацияны отырғызып отырдым. Күнбе-күн кешкісін 2 сағат онлайн отырып, сол кезде онлайн 2006 жылы отырғызып, яғни қосымша ақша тауып, мысалға жолдасым да 2 жұмыста жасады, мен де 2 жұмыста жасадым. Осылай біз өзіміздің, яғни қарыздарымыздан құтылудың, яғни жоспарын құрдық. Мына жерде әдемі айта кеттіңіз. Екеуміз деп. Қазір бізде мына енді бір жағынан жақсы да дейсің да, бір жағынан оның жаман жақтары да бар. Оның өзі енді адамның қалай қабылдауына да байланысты шығар. Қазір әйелдің ақшасы әйелдікі, ердікі отбасыныкі деген бір үлкен не бар. Сенім дейма, формула дейма, бәрі соған не істейді. Солмен қалай айтуға болады? Солмен өмір сүреді. Былай айтқанда, әйел өзінің бояуын алады, қыдыратын жеріне барады. Ар жақта, мысалы, ер адамның ақшасы жетпей жатуы мүмкін, бірақ жоқ, сен ер адамсың, біз солай айтты, қоғам солай деп жатыр деп, қазір өмір сүріп жатырғандар көп. Енді қайта осы жерде қаржылық байланысты. Бұл жерде дұрыс емес деп мен айта алмаймын. Жалпы әрбір отбасының өзінің қаржылық мәдениеті бар. Дұрыс па? Мына айтады ғой, чужая семья темный лес дейді ғой. Дұрыс па? Мысалға, бір отбасында жаңағыдай бір барлық ақша бір жерде болуы мүмкін, барлық қаражатта. Бір отбасында мысалға жолдас, күйеуі немесе әйелі ұстауы мүмкін. Енді мен ойлаймын, бұл жерде қалай болғанда да енді отбасылық, яғни жоспар болады ғой. Дұрыс па? Бала ортақ болғасын, үй ортақ болғасын, яғни ішіп отырған ас ортақ болғаннан кейін қандай да бір тіпті қалай бөлек ұстағанда да ақшаны бір ортақ жоспарлар болу керек деп ойлаймын. Ортақ жоспарлар болу керек деп, және яғдай менің еш қатысым жоқ деп енді білмеймін, бұл жаққа енді меніңше енді әрине бұндай ұстаным жоқ. Мысалға енді жалпы қайтып өзіме келетін болсам, мысалға біздер енді өзіміз жолдасымыз екеуміз жастай, енді мен өзім жастай тұрмысқа шықтым, және біздер жастай осылай ипотека алып, бірге квартирада жүріп, қиын кездерде, яғни бірге қандай да бір қиындықтарды көріп, қандай да бір дәрежеге жеткеннен кейін болды, жаңағыдай барлық қиындықтан өттік. Мен болды, енді сенің жаңағыдай ақшаң бөлек, мен ақшам бөлек дегенге енді мен ондай ұстанымда енді сторонник емеспін. Бірақ әр жаңағыдай отбасының мәдениетіне байланысты. Және қайта осы әлеуметтік желі әрине қазірде көп адамдардың санасын улап жатыр. Мысалға көп жаңағыдай үгіттеуші бір жаңағыдай әсерлер болады. Бұл енді әрине әр адамның эмоционалдық өзінің бір состояниесі дейміз ғой, байланысты да. Егер де біз эмоционалдық әлсіз болсақ, біз әрбір жаңағы әйел адамның, әрбір ер адамның бір айтқан кеңестеріне бір үлесіп кетеміз. Жалпы мен бір қандай да бір кеңес беруді мен дұрыс көрмеймін. Дұрыс па? Біз әлі жаңағыдай барлық өмірімізді сүріп, барлығын болып отырған адам бес біз ғой. Сондықтан былай өмір сүру керек, ақшаны былай ұстау керек, немесе отбасында әйел ұстау керек, еркек ұстау керек дегенге дұрыс қарамаймын мен. Мысалға, еркек ақшаның барлығын дұрыс ұстап, келістіріп отырса, ол жағда дұрыс шығар мүмкін. Әйел адам барлығын келістіріп отырса, ол жағда дұрыс шығар. Келістіріп отырса, ешқандай қарыздар болмай, жақсы өмір сүріп жатса, ол окей. Ол кезде ешқандай әңгіме жоқ. Әйел өзінікін ұстай ма, ер адам басқа жаққа шашама, ол жақтан ешқандай проблема жоқ. Мәселе жаңағы дәл қазіргі сәтте ғой, мысалы, қарыздан қарызға батып жатыр, бірақ екеуі екі жақта жүр, мүлдем. Ол әрине дұрыс емес. Ол әрине дұрыс емес. Жалпы мына отбасылық бір бюджет болу керек деп есептеймін.
міндетті түрде отбасылық бюджет болу керек. Бұл баланы оқытуы бар, баланы үйлендіру бар. Бұл әйел адамға да, ер адамға да қатысты. Енді мысалға әйел адам жұмыс жасамайтын болса, оның да өзінің жұмысы бар, яғни бала қарау, баланы оқыту деген секілді. Бірақ бұл жерде де ер адам мысалға сенің ешқандай қатысың жоқ, сен үйде отырсың деп бұндай установка қою дұрыс емес. Себебі ол неге үйде отырып? Себебі балдарды қарау керек. Бұл да үлкен үлес. Балаларыңызды мысалға әйеліңіз қарамаса, әйеліңіз бақпаса, оны кім қарайды? Сондықтан отбасылық бюджетті қалыптастыру бұл дұрыс деп ойлаймын. Содан кейін мысалға әйел адамның қандай да бір өзінің жеке шаруасына жұмсайтын ақшасы болу керек. Ер адамның да өзінің жаңағы жеке бір қандай да бір қажеттілігін жабатын өзінің де ақшасы болу керек деп мен есептеймін. Жалпы кез келген адамның ақшасын толығымен алып алып, мысалға болды мына ақшаны мен ұстаймын деп алып алу бұл дұрыс емес. Себебі сіз ол адамның яғни моральды түрде, эмоционалды, моралды өзінің жаңағы бір болмысын сіз жоғалтып бастайсыз. Содан кейін бұл адам қандай да бір күйзеліске түседі. Сондықтан әрқашан отбасылық бюджет болу керек деп есептеймін. Себебі бұл деген қай уақытта екі отбасылық адам әйелі мен күйеуі бөлініп, мен білгенімді істеймін деп екеуі екі бөлінген кезде бұл жерде енді отбасылық құндылықтар да бөлінеді деп ойлаймын мен. Мен негізі солай ойлаймын. Барлығы жақсы болып кеткен кездегі жағдай бөлек та, бірақ қарызда қиналып жүрген сәттегі меніңше жағдай бөлек сияқты. Біз андаймыз ғой. Мен негізі ойлайтынмын бұрын бала көпкі сияқты, қандай ақпаратты айтасың, солай мен сіңіріп алады деп. Бірақ мен қазір кейде ойлаймын, осы біздің қоғамда көпкі сияқты, бір арнайы фильтр жоқ сияқты. Мынандай нелер көремін ғой, мен жалпы бір сондай дүниелік рилстар, басқа дүниелер шыққан кезде бірден пікір оқимын. Екі түрлі пікір болса, мына неге біреу былай деп айтыр, біреу былай деп айтыр, осылар бізді жындығып болды деген сияқты айтамын. Сен екеуінің ортасын ұстаңшы, екеуінің ортасын ұста, өзіңнің фильтрін жасап ал, өзіңе керек жерін ал. Біз енді мынау былай деп айтыр, соның үстіне шығып кетуіміз керек, немесе мынау былай айтыр, төменге түсіп кетуіміз керек. Екеуі ортасы болады. Оның сенің жағдайыңа керек келмейтін сәттер деген сияқты. Осы жерде өте әдемі шеше білген сияқтысыз. Енді жаңа айттыңыз, қарыздан құтылу үшін курс оқуды мен дұрыс құптамаймын деген сияқты, және жаңа курсты қалай таңдауға байланысты өте әдемі. Сіз негізі лайфқа қайда білдіңіз? Егер естір құлақ болса, біз программасын қаншалықты сұраймыз, оның не беретінін, қаншалықты көмектескенін, ол жақта қандай оның білімі бар ма жоқ па дегенді біз тіпті сұрап та жатпаймыз. Бәлкім ол сол қарыздан құтылу керек деген курс ашып байып кеткен адам ғана шығар, оны да білмейміз. Біз ол яғни маманның деңгейін сұрау керекпіз. Деңгейін сұрамаймыз, мүлдем сұрамаймыз. Сол осында дем айта кеттіңіз. Ендеше қаржылық сауаттылықты дегенді енді айтпай ақ қойыңыз, жаңа айттыңыз, әр адам қаржылық сауатты деп. Қаржылық мәдениетті қалыптастыру үшін қандай жақсы кітаптар оқуға болады? Мысалы, кітаптар, ресурстар, бәлкім бір каналдар бар шығар, өзіңіз ұсына алатын. Жалпы қазір мысалға қандай да бір курс сатып алғаннан YouTube каналын ашса, кез келген адам қандай да бір ақпаратты алуға болады. Дегенмен мен осы Шефердің «Путь к финансовой свободе» деген кітабы бар. Сол кітапты негізі қаржылық сауаттылық маған қажет деген адам сол кітапты оқыса, басқа кітаптарды оқымаса да, «Путь к финансовой свободе» деген кітап бар. Шефердің, сол кітапты оқыңыз деп мен кеңес беремін. Пес по имени Мани, ол да сол кісінікі ғой, сол автордікі? Иә, солай болу керек. Ол балаларға арналған, бірақ жаңағы... Мына «Путь к финансовой свободе» осы ересек адам оқыса да, жалпы жақсы кітап. Көп қой жалпы кітаптар. Қаржылық мәдениеттің жақсы болуы үшін сенің соған байланысты ойың маңызы деген сөздерді жиі естиміз. Сен егер қаржыға байланысты, ақша табуға байланысты ойың дұрыс емес болса, мысалы ақша қолдың кірі, ақша адамды бұзады, ақша бәрібір де жетпейді деген сияқты сенде ой болса, сен қанша жерден жұмыс жасасаң да ақшаң шынымен де жетпейді дейді. Байлық ақшада емес деп па? Иә. Жалпы енді мен бұған келіспеймін. Себебі біз материалдық, яғни әлемде өмір сүріп жатырмыз да, дұрыс па? Біздің қазір артымызда қарыз болып, күнбе-күн біреу бізден қарызымыз сұрап отырса, күнбе-күн мысалға алатын затымызды ала алмай, қажет затымызды ала алмай отырсақ, бұл жерде қандай бақыт болуы мүмкін? Сондықтан мен келіспеймін. Материалдық әлемде өмір сүріп жатқасын біздің жоспарымыз болу керек, қаржылық жоспар. Мақсатымыз болу керек, сосын сол, яғни мақсатқа жететін біздің жолымыз болу керек. Яғни бюджет дегеніміз, отбасылық бюджет, бұл сіздің кез келген мақсатқа апаратын жолыңыз. Сіз мана байқап отырмын, подкаст басталғалы бері сіздің аузыңыздан көп шыққан сөз қаржылық жоспар.
Шынымен де біз басқа нәрселерге бәлкім жоспар құрамыз, жұмысқа, жұмыстағы жаңа документтерді бітіруге деген сияқты, бірақ біз қаржыға байланысты шынымен де жоспар құрмайды екенбіз. Иә. Жобамен білесің, түседі, мына жаққа жіберемін, болды, сонымен кетті. Қалған ақшаң қайда кеткенін білмей қаласың. Енді қаржы жоспар не үшін керек? Мысалға кейбір адамдар былай түсінуі мүмкін. Яғни әйелі немесе күйеуі мені тексеру үшін деп немесе, бірақ сіз мысалға бір айдың шығындарыңыз жазыңыз, табыстарыңыз бен шығындарыңыз жазыңыз, 2 айдыкін жазыңыз, 3 айдыкін жазыңыз, сосын салыстырыңыз. Қай айда сіздің шығындарыңыз көп болды? Қай шығындарды сіз алып тастай аласыз? Мысалға қай шығынсыз сіз өмір сүре алатын едіңіз? Солардың барлығын сіз талқылау жасасаңыз, мен енді сенімдімін, сізге қандай да бір жаңа ой туы мүмкін. Мысалға сіз әрі қарай қандай да бір шығындарыңызды бақылап отырасыз. Мынау маған қажет емес еді. Мынау болмағанда мен мына шығынымды жабар едім деп. Ал егер де сіз оның барлығы сіздің ойыңызда болса, мысалға мен егер де бір нәрсені жазып отырмасам, жоспарлап, мен кешегі қандай да бір болған, яғни операцияларды ұмытып қалуым мүмкін. Негізі біз шынымен де ойлаймыз, бәрі ойымда тұр. Жоқ дегенде Каспийдің жаңағы несінде тұрады деп. Историясында деп. Бірақ Каспийдің историясын бір ай демей ақ қойын, бір 2 аптадан кейін ашып көріңізші. Мына 10 000 теңгені қай жаққа жібергенін есіңе түсіре алмайсыз. Соны айтып тұрмын ғой, Ал егер де сіз жазып отырсаңыз, жазатын уақытым жоқ деген бұл сылтау әрине. Қазір неше түрлі қосымшалар бар, приложениелер, Сіз тіпті бір 10 000 теңге жұмсадыңыз ба, ана приложениеге 10 000 теңге деп салып жібердіңіз. Табыс түсті ма, 20 000 теңге деп салып жібердім. Соның барлығы өзі сізге автоматты түрде, тегін түрде сізге есептілік шығарып беріп тұрады. Біреуін ұсынып аласыз ба? Мысалы, қазір бәрінің ыңғайлы осы болар ау дегенді. Мысалға, кэш флоу ма, осындай бір қосымша болу керек, сосын бюджет окей деген қосымша болу керек, осы 2 қосымшаны білем. Бұлар тегін. Тегін, бұлардың барлығы тегін. Сіз өзіңіздің тек күнбе-күнгі шығындарыңызды, мысалға, күнбе-күн жазып отырғыңыз келмесе, кешкісін бір 5 минут табыңыз да. Енді сіз бір организация емессіз ғой. Көбіне 5 төлем, 1 түсім болуы мүмкін. Соны жазып жіберіңіз. Содан кейін сол арқылы сіз өзіңізді, яғни тәртіпке шақырасыз сол арқылы. Және мысалға жолдасыңыздың уақыты жоқ болса, әйел адамға соның барлығын күнбе-күн жазып отыруға болады. Және 3 айдан кейін талқылау жасап жолдасыңызға көрсетсеңіз, жолдасыңыздың өзіне қызық болады. Қаншалықты сіз табыс тауып, қаншалықты шығын, яғни жүктеп отырғаныңызды. Енді айтып тұрмын ғой, бұның барлығы енді қарапайым арифметика. Барлығымыз бір қаржылық сауаттылық, кез келген, яғни дені дұрыс адам, яғни қандай да бір ауытқуы болмаса, ол қаржылық сауатты. Себебі ол ақша санау біледі. Дүкенге барып, яғни сатылым алатын болса, барып, яғни $100 қанша екенін білсе, ол уже сауатты адам. Сосын мен бір байқағаным, мына бір айды бір кітаптан оқығам, Данияр Жігітбектің қаржы қағидалары деген. Соның бір кітабының бір кеңесі бар. Сіз айлығыңызды қазір барлығы неге түседі ғой картаға, одан телефонымызда тұрады. Телефонмен жұмсаған кезде біз ақшаның энергиясын сезбейміз, бірден тек жұмсап жібереміз. Қолыңда тұрса, анау азайған сайын сен оны сезесің дейді. И жаңа қолма-қол ақша негізі ақша экономдауға өте жақсы вариант деп естідім. Және мен соны тексеріп көрдім бір ай. Негізі шынымен солай екен, мен үшін солай болды. Шынымен де айдың соңында маған кәдімгі жеткілікті деңгейде өзіме қаржы қалды, әшейінде жетпейтін қаржы. Сіз қалай ойлайсыз, жалпы бұл шынымен де жұмыс жасайтын метод ба, жоқ әлде тек мен өзім солай ойлағаннан кейін маған жұмыс жасау? Жоқ, ойлағаннан емес, значит сіз үшін бұл жұмыс жасайтын әдіс. Мысалға, кейбір адамдар осылай ақшасын қайда кетіп жатқанын білмесе, бұл әдісті пайдалануға болады. Мысалға, егер де қаржысын отбасылық болсын, яғни кәсіптік қаржысын болсын, яғни бюджетін жүргізіп аймай оны талқылап отырса, мысалға, ол қаяқтан жұмсап жатырса да, оны тіркеп отырса, ол адам үшін тек қана алдында мақсат тұрады. Және, яғни менің ақшам қандай да бір қосымшада екен, Каспийде тұр екен деп ол оңайлықпен жұмсап жібермейді. Себебі оның алдында күнбе-күн өзінің мақсат тұрады. Таңертең ол ойлайды, тұрғаннан кейін мен мына мақсатыма жету үшін бүгін осындай қадамдар жасау керекпін, мысалға, немесе осы айда осындай қадамдар жасау керекпін. Және ол үшін жаңағыдай кез келген аяқ астынан шыққан шығындар орын алмайды. Сондықтан, бірақ бұл да, мысалға, сіз айтып тұрсыз ғой, мен үшін жұмыс жасады деп. Сондықтан бұны да бір әдіс ретінде пайдалануға болады. Яғни әркім өзіне ыңғайлы бір әдісті тауып алу да маңызды. Ал ол үшін не істеу керек? Эксперимент жасау керек. Эксперимент жасау керек. Басқа жолы жоқ. Бірақ сізге жаңағыдай қазіргі таңда көп сатылып жатырған, айтады ғой, успешный успех деп, ондай курстарға мен жүгінбеңіздер деп негізі кеңес беремін. Қандай да бір курс оқитын болсаңыз,
яғни академиялық бағдарламасы бар, білім беретін қандай да бір деңгейі бар, осындай тренерлерден оқыңыз деп мен кеңес беремін. Ал ол жаңағыдай кез келген курс сатып алу арқылы сіз одан да яғни жағдайыңызды қиындатасыз. Енді былай елестетіп көрейікші, қарыздардан құтылдық, ешқандай кредитіміз жоқ. Енді біз ақшаны сақтағымыз келеді. Мысалы, инфляциямен теңгенің құлдырауынан, құныстауынан қалай сақтауға болады ақшамызды? Жаңағы не арқылы сақтауымызға болады дейінші, былай айтқанда. Кейбіреулер айтады, теңгемен ақша жинау мүлдем дұрыс емес деген сияқты. Жалпы енді ақша жинауға келетін болсақ, кейбір адамдар былай маған хабарласады да, менің қолымда осындай ақша бар, не істеуіме болады деп. Мен айтам, жалпы мен ойлаймын, бұл бір қандай да бір орынсыз сұрақ деп. Бұл әрине сіздің жоспарыңызға байланысты. Мысалға, қай уақытта сіз ол ақша сізге қажет болады. Мысалға, сіздің бір жылдан кейін үй алатын, балаңыз үйленетін болса, немесе балаңыз оқуға түсетін болса, әрине сіз яғни қандай да бір жылдық инструментті қарау керексіз. Бұл яғни ең аз тәуекелі бар, бұл депозитке салу керексіз. Депозитке жалпы яғни валютада салған дұрыс деп мен есептеймін. Бірақ қазір валютаның өзі бізде тұрақсыз болып тұр. Ешқандай эксперт сізге айта алмайды валютаның жағдайы, яғни қалай болатын, яғни курсы. Сондықтан әрине сіз инвестицияға кіретін болсаңыз, бұл міндетті түрде валютамен болады, және бұл сіздің яғни ақшаңызды тұрақтандыруға көмегін береді өзінің. Жалпы теңгенің біз пайызына келетін болсақ, пайыздың деңгейі жоғары болғанымен, яғни инфляция арқылы бір жылдан кейін екеуі жаңағыдай валютамен алған, теңгемен алған теңеледі деп айтуға болады. Теңеледі деп айтуға болады. Дегенмен артық ақшаңыз болса, әрине яғни бөлу керек. Бөліп жоқ. Жаңағыдай ақшаңызды, мысалға, бір жылдық ақшаңызды сақтау бойынша, мысалға, қандай да бір сомаңызды теңгемен, қандай да бір сомаңызды доллармен салып қоюға болады. Ал өзіңіздің жаңағы айтқанымдай резервті капиталыңыз жиналып, қандай да бір осы енді ең яғни сенімді инструмент осы бірінші әрине депозит, одан кейін облигация деп мен айтар едім. Ал содан кейін ғана яғни более рискованный бұл яғни акция. Сондықтан бірінші депозитке салыңыз, резервті капиталыңызды, содан кейін облигацияға салуға болады. Кез келген қысқа мерзімді, кез келген уақытта алатын, яғни келісім шартпен. Одан кейін ғана жағдайыңыз әбден түзеліп, осы резервті капиталыңызды құрып, облигацияға ақшаңызды салып, содан кейін акция туралы ойлап, ол акция болғаннан кейін ол міндетті түрде валютада болады. Өте түсінікті. Енді біздің подкастымызда біраз жерге келіп қалыпты. Біз білесіз ғой, жаңа кітаптардың қандай көп кітаптар сатылатынын білесіз бе? Жетістікке жетудің 5 жолы, кәсіп ашудың 10 жолы деген сияқты. Енді біздің қазір подкастымызды қараған адамдар, мен келесі айдан бастап қаржымды дұрыстағым келеді дейтін жандар болса, соларға 3 нақты қадаммен бөліссеңіз, міне мынаны. Қарызда жүр, айлығы жетпейді, бірақ соны дұрыстағысы келеді. Қандай нақты қадам айта аласыз? Енді ең бірінші мен айтар едім, пайыздарыңыздан, қарыздарыңыздан құтылыңыз. Пайыздарыңыздан құтылыңыз. Екінші енді шығындарыңызды реттеңіз, оптимизация расходов дейміз ғой. Содан кейін, яғни өзіңіздің резервтік капиталыңызды құрыңыз. Содан кейін әрі қарай жоспар құруға болады. Енді рахмет, мына сұрақты қоймайын деп едім, бірақ әйтсе де жаңа айттым ғой, қалай ақшаны сақтау керек деп. Кейбір адамдар ақшаны сақтағаннан көрі, мен оны көбейтем дейді, кәсіп ашқысы келетін адамдар болады. Жалпы кәсіпті кредитпен бастау дұрыс па, дұрыс емес пе деген сұрақ. Осы жерде сіздің енді кәсіпке байланысты қаржыгерсіз ғой, сондықтан осы бір сұрақты қойып жіберейінші. Жалпы ең өмірде ешқандай кәсіппен айналысып көрмеген адам болса, кәсіпті кредитпен ашқанды мен негізі қолдамаймын. Себебі бұл кәсіптің өзі тәуекел. Кез келген адамның, қазір әлеуметтік желіге қайта келетін болсақ, әлеуметтік желіде кәсіпкер болыңыз дейді. Жалпы кім кәсіпкер болады? Бұл тәуекелге жаңағыдай бел буған адам. Тәуекелге бел буған адам бұл ештеңеден қорықпайды, кәсіптен құлап жатса да бұл қайта тұрып, қайта кәсіп бастау мүмкін. Бірақ демек кәсіпті қандай да бір өзіңнің капиталыңмен құрған дұрыс деп ойлаймын. Қазіргі таңда мысалға қарызы болмаса, мысалға инвесторлерге жүгінуге болады. Мысалға сіздің қандай да бір идеяңыз бар, жоспарыңыз бар, сауаттылығыңыз бар. Дұрыс па? Бұл да
бұл да актив. Бұл да актив болып табылады. Және инвестор іздейсіз өзіңізге осы идеямен, сол инвестормен келісім шартыңызды дұрыстап жасап, қандай да бір шығынға, банкроттыққа ұшыраған кезде, яғни сіз жоғалтпайтындай қылып, ештеңе жоғалтпайтындай қылып, қарызыңыз мойныңызға ілініп кетпейтіндей болып ашуға болады, келісуге болады. Енді соңғы сұрақты мынандай мен қойғым келіп тұр. Өз өміріңізде қолданатын қаржылық ережелер немесе қағидалар. Менің қаржылық мәдениетімді арттырып тұрған немесе ұстап тұрған осы дүниелер деп айтылатын бар ма? Енді мен манадан айтып отырғаным сол, менің бірінші қағидам бұл қарыздың болмауы. Ең бірінші қарыздың. Себебі қарыз соның ішінде менің энергиямды қатталады. Мысалға мен қарызым болса, мен оны әрқашан ойлап отырамын. Бұл жеке өміріме қатысты айтып отырмын. Кәсіп болғаннан кейін, және оның қаржысы бөлек. Ол жерде, яғни тәуекел де болуы мүмкін, ол жерде несие де болуы мүмкін, бұл басқа. Ал жеке өміріме келетін болсам, мен әрқашан былай ойлаймын. Менің өзімнің, яғни қаржылық сауаттылығымның болмауынан, немесе қандай да бір тәуекелдерімнен менің отбасым немесе балдарым болашақта қиын жағдайға түспеу керек. Мысалға сіз, яғни үйіңізді қарызға батырып, қандай да бір аяқ астынан бір нәрсе болып қалып, артыңыздан қарыз қалып қойып жатса, сіз, яғни балаларыңызды, яғни өмірлік қиын жағдайға қалдырып кетуіңіз мүмкін. Менің енді бірінші қағидам сол. Енді екінші жоспармен өмір сүру. Үшінші, сол жоспарда орындау. Сол жоспарда орындау. Күнбе-күн таңертең тұрған кезде мен міндетті түрде барлық жоспарларымды өзімнің жеке өміріме қатысты, үйімде отырған кезде жеке өміріме қатысты жоспарларымды өзім ойлап шығамын. Ал жұмысқа келгеннен кейін кәсібіме қатысты жоспарлардың барлығын тізіп ойланып шығамын. Әлі мен нені істей алмай жатырмын, нені әлі үлгерген жоқпын дегендей. Сондықтан мен тіпті айтып тұрмын ғой, кешегіде бір құрбым айтам, мен бір жоспар қойдым, бірақ әлі ол жоспарыма жетпей жатырмын, бірақ қазіргі таңда менің жаңағы құпия сөздерім, қандай да бір жаңағы ұстанымдарым барлығы сол жоспарыма байланысты деп. Мен сол жоспарымды әрқашан жаңағыда есіме сақтап отыру үшін, мысалға компьютерімнің құпия сөзі, ЭЦП-мнің жаңағы құпия сөзі, әрбір жоспарымды сөйтіп атап қоямын. Қызық лайфхак екен. Сөйтіп атап қоямын да, әрбір жаңағыдай, мысалға бір жоспарым әлі орындалмай жатыр былтырғы, бірақ оның ұзақ мерзімді жоспар. Соны айтамын ғой, әрбір жаңағы ноутбугымды ашқан сайын сол жоспарым есіме түседі, кейде өз-өзімнен алып кетемін да, тапсырмамды қарай бастаймын. Так, мен мына жоспарымды қарадым ба, қараған жоқпын ба, бүгін қандай деңгейге жеттім дегендей. Сол сияқты енді менің өзімнің жеке лайфхактарым, енді мен оны ашып ешкімге айтпаймын, бірақ кеше сол құрбым айтып күлеміз екеуміз. Керемет. Бұл да бір жалпы жаңа әңгіменің барысында түсінгенім, әңгіменің әр адамның өзінің ішкі мәдениетіне, өзінің өмір сүру жағдайына келетін бір әдеттер болуы керек. Және кез келген дүниені соған сай өзіне қарай ыңғайластырып алу өте маңызды екен. Сол кезде ол қиындық та тудырмайды, жеңіл болады. Мысалға кейбіреулер айтады ғой, мен жаңағы бөлмеме картиналарды іліп қоямын деп, мақсаттарымды іліп қоямын деп, мен білмеймін, ондай ілмеймін да, бірақ осындай әдіспен мен өзімнің жаңағы жазу арқылы жаңағыдай өзімнің ежедневнигіме, кітабыма жазып қоямын, компьютеріме жазып қоямын, телефонымда жазылып тұрады мақсаттарым, және осы құпия сөздерімді, әрбір үлкен мақсаттарымды, құпия сөздерімді осылай белгілеп отырамын. Барлық жоспарларыңыз орындалсын деп тілеймін. Бүгінгі тақырыпқа байланысты бір айтылмай қалған ой бар деп ойлайсыз ба? Осыны мынаны қоса кеткім келеді деген ой болса, мархабат. Енді мен ойлаймын, жаңағы осы қаржылық сауаттылық деп үлкен жаңағыдай бір мәселе қылмай, әшекерлемей, осы өзіміз қаржылық мәдениетті құра біліп, жоспарлап, осы ең кішіден басталғанымен отбасылық бюджетті былай оңай деп менсінбей айтуға болмайды бұны. Себебі барлық адамның болмысы, болашақтағы, яғни қандай да бір жеңісі, оның кәсіппен айналысуы осы отбасылық бюджеттен басталады. Себебі сіз айтады ғой, балаңызды үйретпеңіз, өзіңізді жаңағы тәрбиелеңіз деп. Балаңыз да сізге қарап өседі. Барлығы өзіңізге байланысты болғасын, әрбір адам өзінен бастау керек. Жолдасынан көрмеу керек, әйелінен көрмеу керек, күйеуінен көрмеу керек, баласынан көрмеу керек. Әр адам өзінен бастау керек деп ойлаймын. Себебі қоғам дегеніміз бұл әрқайсымыздан басталады.
Керемет, әдемі сөзбен аяқтадыңыз, үлкен рахмет. Қымбатты көрермен, бүгінгі эфир өте бір пайдалы болды деп ойлаймын. Егер дәл осы подкастты соңына дейін қараған болсаңыздар, осы подкастқа байланысты алған инсайттарыңызды төменге пікір бөліміне қалдырыңыздар. Дәл осы подкастты достарыңызға, таныстарыңызға, кез келген жалпы қазаққа таратыңыздар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Келесі подкастымызда кәсіпкерлерге арналған қаржылық сауаттылық туралы да бұйыртса айтатын боламыз.